Қазақ әрбір істің басын батасыз бастамаған. Осындай ізгі амалдардың бірі нәзір салты. Нәзірдің негізгі мәні мынада: ауыл тұрғындарын жинап, арнайлап малын сойып, бастағы отырған ісінің мән жайын айтып, әруақтарға дұға бағыштап, бата тілек алу. Мысал ретінде, егін салғанда, су алып келу үшін арық қазғанда, немесе жаңадан үй тұрғызғанда, Тәңірім ісімді оңдай көр деп нәзір жасаған. Көптің тілегі көл дегендей, жиналған көпшілік Алла разы болсын, бастамаң алға баса берсін деген өздерінің аталы баталы сөздерін айтып, шын ризашылықтарын білдірген. Содан барып өздерінің бастамаларына кіріскен екен. Достар, байқасаңыздар, қазақтың кез келген дәстүр салты ізгі ниеттен туған. Бұл дана халқымыздың тереңдігін паш етеді. Бүгінге осы достар, қандай да бір дәстүр салттың мәнін білгіңіз келсе, пікір қалдырыңыз. Біз Дәстүр Лайф жобасы аясында міндетті түрде жауап береміз.